Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Егіздер белгісіндегі жандарға апталық болжам 28 қараша мен 4 желтоқсан аралығына. Бізде аптаға маңызды әсер беретін жағдай четверка жезл және де десятка жезл. Аптаның басында бір қуанышты жаңалық естисіз, қуаныш болады үйіңізде, қонаққа баруыңыз мүмкін, қонақ шақыруыңыз мүмкін, екінші жартыңызбен бір кездесуге баруыңыз мүмкін, жаңағы туған туыстың, жақындарыңыздың ортасында жақсы бір отырыс болады. Аптаны маңызды әсер беретін жағдай. Келесі бізде десятка жезл. Аптаның көлемінде барлық жауапкершілікті өз мойныңызға арта бермеңіз, себебі барлығына үлгермей қалуыңыз мүмкін, шаршайсыз, физически үлгермей қалуыңыз мүмкін. Сондықтан мүмкіндігінше өте көп жауапкершілікті мойныңызға артпаңыз. Және де жаңағы бір аптаға өте көп планда құра бермегеніңіз жөн. Бір аптаның көлемінде бұл пландардың барлығын жасап үлгере алмайсыз. Аптада орын алатын жағдай аптаның басында туз жезлов, мир, старший аркан. Аптаның басында бір үлкен өзгерістер болады, және де бір істі қолға аласыз, жаңа бір бастама бастайын деп отырсаңыз, аптаның басында басталады. Және де жаңа бір өзгерістер өміріңізге енгізетін боласыз аптаның басында. Аптаның ортасында солнце, старший аркан, аптаның ортасында пополнение, қаржы жағынан болсын, бір жақсы жаңалық, бір сүйінші сұрауы мүмкін, бір жақсы хабар келуі мүмкін, бір қуаныш келеді, пополнение, немесе сәбилі боласыз, жақындарыңыздың бірінің сәбилі екендігін, сәбилі болғанын естуіңіз мүмкін, қуанышты хабар. Және де верховная жрица. Аптаның ортасында әйел адамнан абай болғаныңыз жөн. Бұл жұмыс бабында болуы мүмкін, жаңа таныс болуы мүмкін. Бұл қалай айтсам болады, сізден бір нәрсені жасырып қалуы мүмкін, шындықты. Не болмаса сізге өтірік алдауы мүмкін. Көп ешкімге сенім артпағаныңыз жөн. Және де қыз-келіншектер, әйелдер үшін по-женски денсаулыққа кішкене мән бергендеріңіз жөн. Жылы киініп, денсаулыққа мән беріңіздер. Жаңағы бұл енді үлкен кісі емес, жас қыз, келіншек. Сондықтан мүмкіндігінше егіздер алданып қалмауға тырысқандарыңыз жөн аптаның ортасында. Немесе берген уәдесінде тұрмауы мүмкін бұл кісі. Сондықтан біреуге сенім артып, жаңағы қалмағандарыңыз жөн. Мысалы, аптаның ортасында жұмысыңды жасап беремін, жауапкершіліктің барлығын осы кісіге артып қойып, аптаның соңында жұмысыңызда аяқталмаған, барлық жауапкершілікте сол күйінде қалуы мүмкін. Сондықтан барлық жауапкершілікті біреуге арта салғанды қойғандарыңыз жөн. Аптаның аяғы туз пентакль, четверка чаш. Аптаның аяғында бір үлкен көлемді қаржы түсіп келеді қолыңызға, және де бұл қаржыны жұмсайын ба, жұмсамайын ба деп, алам ба, алмайын ба деген сияқты бір ойламаған жерден түсуі мүмкін. Сондай бір өзіңіз шешім қабылдай алмай, ойыңыз сан саққа кетуі мүмкін. Және де аптаға берілетін кеңес пятерка пентакль. Бір аптаның көлемінде кішкене қаржыға ұқыпты болғаныңыз жөн. Себебі аптаның басында оңды-солды ақша шашылып кетіп, аптаның соңында өзіңіз қаржыдан қиналып қалуыңыз мүмкін. Және де ақшаға байланысты кеңес берер кезде, ақшаңызды өзіңіз распределять ететін кезде өте абай болғандарыңыз жөн. Және де әйел адамға алданып қалуыңыз мүмкін дегенім, бұл қаржыға да байланысты болуы мүмкін. Сондықтан ешкімге қарызға ақша бермеңіз, кредит алып бермеңіз, жаңағы
ақша беріп бір ісіңізді жасатып аламын или болмаса жұмысқа орналастырамын деген сияқты әртүрлі бір мәселелермен жүгінетін болсаңыз, оның барлығы бос болуы мүмкін. Сондықтан қаржыға байланысты көп ешкімге сенім артпағандарыңыз жөн. Егіздер, осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Келесі аптада аман есен кездескенше лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.